Баршаларыңызға сәлем, сіздермен Айнұр. Бүгін сіздерге қазақтың ұлттық тәттісі женттің рецептісімен бөліскім келеді. Ол үшін мен каналыма тіркеліп, қасындағы қоңырау шоу белгісін басып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Таза құрғақ ыдысымызға талқанымызды салып, үстіне құмшекерімізді салып, қасықтың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Ортасын кішкене ашып, ерітілген сары майымызды құямыз және де қоюлатылған сүтімізді құямыз, яғни сгущенка құямыз. Екеуін бірінші қасықтың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Мен барлығын көз мөлшерімен жасадым, сондықтан араластыру барысында сгущенка аз болып жатса, кішкене үстіне құйып жіберемін. Тағы да сгущенка кішкене құйдым. Осы жеткілікті болды. Енді жақсылап араластырамыз. Одан соң қолымызбен жақсылап араластыратын боламыз. Қолымызбен толықтай жақсылап араластырамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай біздің массамыз тығыз болу керек, яғни бір-біріне жабыстырған кезінде жақсы өз-өзін ұстап, жақсы жабысуы қажет. Біздің талқанымыз дайын болды. Мен жарты бөлігін осындай формаға салатын боламын. Жарты бөлігін қолмен жасайтын боламын. Яғни осы формаға салғаннан кейін міндетті түрде жақсылап тығыздау керек. Одан соң жарты сағатқа морозильникке қойып қоямын. Одан шыққан соң пышақтың көмегімен төрт бұрышты етіп турайтын боламын. Қалған бөлікті мен осылай қолдың көмегімен ұзынша етіп жасайтын боламын. Ал сіздер дөңгелек құрт сияқты етіп, дөңгелек етіп жасасаңыздар да болады. Ол өз қалауларыңыз бойынша. Барлығын дәл осылай жасап шығатын боламын. Біздің жент дайын болып шықты. Жасалу жолы өте оңай, әрі өте дәмді болып шығады. Сондықтан міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздерге ас болсын.